Айтпақшы 1820-1901 жылдар аралығында Жетісу өңірінде Қалқабайұлы Маман деген өте бақуатты бай адам өмір сүрген. Кәсібі сауда-саттық болған бұл кісінің 4 әйелінен 9 бала, 3 қыз тараған. Және ол ұрпақтары да өте елге сыйлы, бақуатты, би болыс болған, әке жолын қуып саудагер болған. Енді сол кісілер байлығының жартысын кембағалдарға, жетімдерге және оқуда жүрген қазақ жастарына беріп отырған. Соның бір мысалы, Ақсу бекетінің маңында Сүттіген деген елді мекенде 1878 жылы ағаштан үйлер тұрғызып, оның жан-жағына ағаш отырғызып, кішігірім Қарағаш деген қалашық соққан. Сол қалашықта 1899 жылы 3 сыныптық мектеп үйін салады. Ол жерде Ілияс Жансүгіров секілді қазақтың біртуар азаматтары бала кезінен тәрбиеленіп өседі. Және оны бітірген түлектер басқа да қаладағы оқу орындарына ешқандай қиындықсыз түскен. Бұл дегеніміз оқудың сапасы өте жақсы болған. Және сол студенттерге жаңағы Мамановтар әулеті 20 сомдай жылдық стипендия бөліп отырған. Осы Маман деген кісінің ең кенже ұлы Есенқұл деген кісі қазақтың ұлт зиялылары Әлихан Бөкейханов, Міржақып Дулатов, Ахмет Байтұрсынов сынды өкілдерімен қоян-қолтық араласып, оларға қаржылай көмек беріп отырған. Және ең үлкен бір абзалысы 1914 жылы қазақ даласында алғаш рет қазақ жазушыларының арасында тұңғыш рет таза қазақ тілінде роман бәйгесін жариялаған. Ол жүлденің құны 2000 сом. 2000 сом дегеніміз қазіргі ақшаның жүйесімен есептегенде 33 миллион теңгедей болады екен. Енді бұл жүлдені кімнің романы алды дейсіз ғой? Ол Сұлтанмахмұт Торайғыровтың Қамар сұлуы және Тайыр Жомартбайдың Қыз көрелік романы екен. Бұл қарайлас жобасы. Бір-бірімізге қарайласып жүрейік.